Бүгінгі біздің ғылыми жобамыздың тақырыбы киіз үй қазақ қолөнер туындысы мәдени мұрасы. Ғылыми жобаның өзектілігі қазақ сәулет өнерінің жетістігі мәдени мұрасы болған киіз үйді заман талабына сай етіп, нанотехнология қолдану арқылы құрастырып, тек елімізде ғана дәріптеп қоймай, әлемдегі түрлі ұлт өкілдерінің қызығушылығын арттырып, киіз үйді түрлі этнос өкілдеріне дәріптеу. Ғылыми жобамыздың мақсаты қазақ малысын таңдалмайтын, денсаулыққа зиян келтірмейтін, түрлі радиоактивті нұрлардан қорғайтын киіз үйді талдау, саралау және дәріптеу. Ғылыми жоба міндеті жылдық барлық маусымның далалықтарының тұрғы болған киіз үйдің жасауы мен әртүрлі бөлшектерінің өзге тән ерекшеліктері бар. Соған сәйкес қолданған атаулардың дүниетанымдық мәні мен уәждік ерекшелігі ғылыми жобада этимологиялық талдауға түседі. Ғылыми жобаның жаңалығы қазіргі заман талабына сай киіз үйді қолданысқа енгізу, ауыл үй құрылысы жүргізуге болатын дәлелдеу, адам денсаулығына зиян келтірмейтін киіз үйді нақты сұранысқа шығару. Жалпы киіз үйдің 4 құрылымнан тұрады. Ең біріншісі келеге, одан кейін оқ, соңынан кейін үшіншісі шаңырақ, одан кейін төртіншісі есіктен тұрады. Одан кейінгі киіз үй негізі орталық Азияда дамыған. Көшпенді тұрғын тезде жиналып шапшаң тігуге ыңғайлы болғандықтан көшпенді халыққа тиімді үй болған екен. Көшпенділердің киіз үйі тарихтағы ең бірінші сәулеткер құрылыс, ал киіз үйдің екінші қыста жылы, жазда салқын болған. Сондықтан да киіз үйді шопандар да, туристер де пайдаланады. Киіз үй табиғи апат кезінде, яғни жер сілкінісі кезінде бұзылмай, яғни өзінің көлемін сақтап тұра алады. Сол себепті ол яғни табиғи апаттық жағдайларда адамның қолдануға өте ыңғайлы. Киіз үйдің түрлерін айтатын болсақ, негізгісінен киіз үйлер 2 түрге бөлінеді екен. Ең біріншісі қазақы және қалмақы, ал екіншісі қазақы және киіз үй. Қазақы киіз үй ол дөңгелек толық күмбезді болады, ал қалмақы киіз үй болса төбесі шошақтау келеді. Киіз үйдің негізгі этноберлік жүйелері осындай болады. Киіз үйдің көлеміне қарай бөлінетін түрлері: алтын орда қанаттан келегеден тұратын мәжіліс ордасы, алтын үзік 24 қанаттан тұратын аса лауазымды отбасы тұратын үй, ақ шалқар 18 қанаттан тұратын үй, ақ орда 2 қанаттан тұратын үй, ақ ала орда 8 қанатты дәулетті бай үйі, ақ үй 6 қанаттан дәулетті бай үйі, боз үй немесе қоңыр үй 4-5 қанатты орташалар үйі, қараш үй кедей үйі, отан жас жұбайлар үйі, жолым жаппа уақытта ғана отыратын шағын немесе жартылай тігелетін үйлер, күрек боз ауылдас ас сақтайтын далада малшылар тұратын немесе кедейлер тұратын үй, ақтағы 2 қанатты 2 үзікпен жабылатын шағын киіз үй, қарақұм киіз үйінің тозығы жеткен ескі киіз үй, артынай уық тәрізді сидам ағаштардан басып түйісіп тігілген киіз үй. Көлеміне қарай киіз үйлер 6 түрге бөлінген екен. Ең біріншісі қоңыр үй, одан кейін боз үй, одан кейін ақ үй, ақ үйден кейін 4 қанатты үй, одан кейін 6 қанатты, кейін 8, 12, 18 және 30 қанатты болып бөлінеді екен. Ал соңғысына келетін болса, ол бірнеше көп адамдарға арналған киіз үй болады екен. Ал нанотехнологиялық қолдану арқылы киіз үйді жылыту. Қазіргі таңда дамыған заман, сол жердегі киіз үйлерді нанотехнология арқылы дамытуға болады. Бізде киіз үйлерді және киіз үйге септес қорғаған ғимараттар жасаса, сол жүйені нанотехнологиямен жылытуды ұсынар еді. Табиғи дүние құрылысы боларына сенемін. Менің ұсынысым қазіргі таңда адамдар зәулім үйлерде тұрғандықтан киіз үйге сұраныс тіпті азаяды. Тек мерекелік кештерде ғана, яғни наурыз мейрамдары немесе басқа да мейрамдардың арасында осы киіз үй жиі қолданылады. Ал ол мейрамдар болмаған жағдайда адамдар кәдімгі өздерінің үйлерінде тұра береді. Мен осы жобаны жазудағы мақсатым тарихи құндылығы бар өзіндік қасиетке ие қазақтың заттарын әрбір елдерге дамыту. Сол дамыту арқылы қазақ еліндегі заттардың барлығы басқа елдерге дамып көрікті, одан сайын әлемделе түсуіне тілектеспін. Жақында Қазақстан елімізде атом станциясы салындығы жайлы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы айтты. Бізге негізі нағыз керегі адам денсаулығы болғандықтан киіз үй ол денсаулыққа өте жақсы. Қыста жылы болады, жазда салқын болады. Осы кейде олар 30 градустан, жазда 30 градустан төмен болады, ал қыста өте жылы болады екен. Ең соңғысы қорытындысына келетін болса, қорыта келе киіз үй орталық азияқтардың негізгі баспанасы.
көшпенді тұрғын үй тездеп жиналып және шапшаң тігуге ыңғайлы болады. Көшпелі халыққа тиімді болған. Көшпенділердің киіз үйде тарихымыздағы ең бірінші сәулеттік құрылыс. Киіз үйдің іші қыста жылы, ал жазда салқын болады. Сондықтан табиғи киіз үйді шопандар да туристер де қолданады. Киіз үй табиғи апат кезінде, яғни жер сілкінісі кезінде адамдарға өте пайдалы, яғни оңайлықпен бұзылмайды. Киіз үй көктем, жаз, күз мезгілдерінде қоныстан қонысқа көшіп жүруге өте ыңғайлы, яғни құрама үй. Оның қабырғасы торлап көктелген керегеден тұрғызылады. Экологиялық таза, геометриялық, мінсіз географиялық өзіндік құндылықтарды ие төл тарихымыздағы сәулет өнерлерінің неге әлемге мақтанып етіп жарияланmasыға дәріптемеске. Осы киіз үйді заманға сай етіп қолдану аясын ұлғайтсақ, туристік мамандармен бірге әріптес қарақұп болар еді. Қазақ киіз үйлері даму мен дәріптеу біз жастар қолында деп білемін.